Қайырлы күн, құрметті оқырман қауым. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 10 тамызды Қазақстанда Абай Құнанбаев күні деп ресми жариялап, мерекелер тізіміне енгізді. Мемлекет басшысы ақын және ойшыл Абай Құнанбаевтың өмірі мен шығармашылығы ақынның рухани ұстанымына сәйкес қазіргі қазақ қоғамының дамуы үшін өте маңызды екенін атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ халқының ұлттық санасының жаңғыруына үлкен үлес қосқан рухани реформатор ретінде насихаттау керектігін атап өтті. Абай Құнанбаев қазақ жазушысы, ақын, композитор, қоғам қайраткері. Шын аты Ибрахим. 1845 жылы 29 шілдеде Қазақстанда Семей қаласында феодалдық ақсүйектер отбасында дүниеге келген. Құнанбаевтың өмірбаянындағы Абай атын бала кезінде анасы қойған. Ол Семей медресесінде жақсы білім алды. Сондай-ақ орыс мектебінде оқыды. Құнанбаев жастайынан әдебиетке, орыс, еуропалық, сондай-ақ шығыс ғалымдарының жұмыстарына қызығушылық танытты. Абай Құнанбаев өзінің өмір жолында орыс және қазақ мәдениетін жақындастыру үшін көп күш жұмсады. Ол өз халқын орыс тілін үйренуге шақырды. Құнанбаевтың өлеңдерінде әлеуметтік әділетсіздікке қарсы күрес маңызды орын алады. Абай бірнеше поэма, 1,5 астам өлең жазды. 50-ден астам аударма жасады. Жазушының ең танымал шығармаларының бірі оның қара сөздері. Сондай-ақ Абай Құнанбаевтың өмірінде ерекше музыкалық талант көрініс береді. Ол бірнеше танымал әуендердің авторы болды. Ұлы жазушы және қайраткер 1904 жылы 23 маусымда бірінен соң бірі екі ұлының қайтыс болуына байланысты ауыр қайғыдан қайтыс болды.